Мен бүгін 20-ға толдым, бірақ өзімді 80-ге келген кәужіреген шал сияқты сезінемін. Осы 20 жыл өмірімде көп нәрсені бастан өткеріппін. Жақсысы да жаманы да болды. Қазір ойлап қарасам, соның бәрі қорқынышты түс сияқты. Көз алдымнан ақырын жылжып өтіп жатыр. Ойлап қарасам, өткен өмірімді екі кезеңге бөлуге болатын сияқты. Біреуі уайым қайғысыз балалық шағымда, екіншісі тылсым қасиеттің пайда болуымен келген дерт. Бұл ауру маған алғаш рет 13 жасымда білінген еді. Ол кезде 7-ші сыныпқа барып жүрген кезім. Ұмытпасам, қыстың басы ғой деймін. Қорқынышты кез. Таң алдында дәрет қысып оянып кеттім. Қараңғыдан сұмдық қорқатымын. Бірақ қуығыма толған дәрет қорқынышымды ұмыттырып, еріксіз сыртқа айдап шығарды. Дәліздің светін жағып, тысқа шықтым. Қора ішіндегі әжетханаға баруға жүрегім дауаламай, аулада дәрет сындырдым. Қараңғы түнде әлдекім шыға келіп, бас салардай, бойымда белгісіз қорқыныш билеп барады. Дәрет алып бола сала үйге қарай жүгірдім. Дәлізге кіргенде ғана жүрегім орнына түсіп, қорқынышым ептеп басылғандай болды. Содан төсегіме келіп жаттым. Екінші кереуетте жатқан інім ұйқы құшағында. Дегенмен бірден ұйықтап кете алмадым. Әр нәрсені ойлап жатып бір кезде көзім ілінген екен деймін. Кенет баяу қалқып жоғары көтеріле бердім. Содан ақырын қалқыған күйі жерге түстім. Бұның өзі баяулап көрсететін кинолентаға ұқсайтын сияқты. Табаны беденге тиген кезде тізелерім салмағымнан бөгіліп, отырып барып қайта тұрдым. Бөлменің іші ұзын, жіңішке вагонға ұқсайды. Сүттей ұйыған жарық. Кенет төсегімде жатқан өзіме көзім түсті. Көрпем ашылып, басым бір жағына қарай қисайып қалыпты. Сол жағыма қарасам, басын көрпеге тыққан інім тып-тыныш пысылдап ұйықтап жатыр. Өңім бе, түсім бе біле алмай аң-таңмын. Содан ұйықтап жатқан өзіме жақындап, өңіліп қарадым. Бет бейнем тіпті ақырын алған тынысыма дейін ап-анық естіліп тұрып, шошынайын дедім. Мынау жатқан кім деймін өзіме өзім. Ақылымнан алжасқан шығармын. Мүмкін бұл түс пе екен. Түс еместігін сезсем де, соған өзімді сендіргім келеді. Бұны ақтаудың жолы, өзімді шымшылап көрейін деген бір оғаш ой келді. Содан қолымды саным апарып бұрап кеп жіберейін. О тоба, қолым аяғыма ілікпейді. Бейне аяғым жоғалып кеткендей. Сұмдық, қолымды саныма тағы апарып шымшылап жатырмын. Алла сақтасын, жұдырығым аяғыма еніп жоқ болып кетті. Мен кіммін? Бұл не сұмдық деймін шошынып. Сол-ақ екен, аяғым аспаннан келіп шалқамнан құлап түстім. Құладым дегенім бекер. Көкке көтеріліп кереуеттің үстінде қалықтай келе ұйықтап жатқан денеме қайта қосылдым. Сөйтіп мен өз денемді есімді жидым. Жіңішке вагон сияқты жарық бөлме жоқ. Кәдімгі інім екеуміз ұйықтайтын кішкене бөлмеде жатырмын. Мұның не екендігін ұқпай есеңгіреп біраз жаттым. Қорыққанға қос көрінеді деген түсім шығар деп жұбаттым өзімді. Содан таң алдында ғана көзім әзер ілінді. Дегенмен бұл оқиғаны мен ешкімге айтқаным жоқ. Оған өзге түгіл өзім де онша сенбеген едім. Құдай жоқ, адам маймылдан жаратылған дегенді жоғары сынып балаларынан естігенім бар. Биология пәнінде адамның қалай пайда болғанын тәптіштеп түсіндіреді екен. 100 қаралы үйі бар шағын ауылымызда намаз оқитын жалғыз Қосымбек шалтын. Ол кісі сонау совет заманынан намаз оқып, ораза ұстап келеді. Ал басқалар Алланы ауызға да алмайды. Оны айтасың, шалдардың көбі арақ ішеді. Сондай ауылда өскен Құдайға сенбейтін материалистің бірі мына менмін. Денемнен шығып кетіп, ұйықтап жатқан өзімді сыртымнан көрдім десем, жұрттың мазағына ұшырарым анық. Онан да аш бәледен қаш бәле деп үнсіз жүргенім жақсы болар еді деп түйдім. Емі жоқ дерт. Көп ұзамай қорқынышты түнді мүлдем ұмыттым. Оны түс екен дегенге жорып, енді қайталанбайды деп жүргенмін. Содан сәуір айының бір жыл ішінде әлгі пәле тағы да қайталанды. Түн ортасынан ауған шақ қой деймін. Ұйқымнан оянып кеттім. Көзімді жұмып қалғып жатырмын. Бір кезде тағы да денемнен бөлініп шығып кеттім. Қалай шыққанымды өзімде білмеймін. Сол баяғы вагонға ұқсайтын ұзын жіңішке жарық бөлме. Өткендегі жағдай айна қатесіз тағы қайталанды. Дегенмен өткендегі аздап тәжірибе алғандаймын ба, бұл жолы онша шошына қоймадым. Жан-жағыма қарап өзімше зерттемек болдым. Бөлменің шектен тыс созылып, ұзарып кеткені болмаса, барлығы орнында сияқты. Содан есікке қарай беттедім. Қызығы сол, екі аттап жететін есікке жеткенше біраз жүрдім. Қолымды тұтқаға апарғаным сол еді. Ол зу етіп кедергісіз есіктің арғы жағына өте шықты. Екі қолыммен есікті итеремін дегенде, екпініммен дәлізден бірақ шықтым.
есік маған кедергі болмады. Денем сәулеге айналып кеткен секілді. Бойымды бір белгісіз құмарлық биледі. Өмір бойы көріп, түйсініп келе жатқан түсінігіме сыймайтын таңғажайып жайды өзімше зерделегім келді. Дәлізден еш кедергісіз көкем мен апам, кішінім мен қарындасым жатқан бөлмеге қарай өттім. Оларда тып-тыныш ұйқыда жатыр. Бөлменің іші жап-жарық. Ас үй атап кеткен. Бұл бөлме тік төртбұрышты кеңдеу болатын. Осы бөлме енді о шеті мен бұл шетіне көз жетпестей далиып, үлкейіп кетіпті. Мен енді сыртқа шыққым келді. Дала қараңғы ғой деген қорқынышты ой келгенімен, байқап көрсем қайтеді деген құмарлық еріксіз алға жетелей берді. Есіктен емес, мен енді тікелей қабырғаны көктей өттім. О тоба, қабырға маған еш кедергі болмай, арғы жағына зулап өте шыққанымды сезбей қалдым. Дала сүттей ұйыған жарық екен. Айнала тылсым тыныштық құшағында. Құлақ қорған танадай жым-жырт, аң-таң болып аңтарылып біраз тұрдым. Күндіз бе, түн бе, аспанға қарасам ай да, жұлдыз да зым-зия. Жерде ештеңе өзгермеген. Тек үйлер мен ағаштардың көлемі әдеттегіден үлкейіп зорайып кетіпті. Көше бойлап ақырын аяңдап жүріп келемін дегенім болмаса табанымның жерге тигенін онша сезіне қоймаймын. Сұмдығы сол, үстімде трусий майкадан басқа лыпам жоқ. Көктем десе де қыстың ызғары әлі сақталған кез, бірақ не екені белгісіз, суықты еш сезінбедім. Жалаңаяқтығым да, іш киіммен жүргенім де ерсі көрінбейтіндей. Мен ауылды кезіп біраз жүрдім. Айналам алақанға салғандай жарық болғасын ба, қорқынышқа бой алдыра қоймадым. Кенет біздің көшенің бойындағы Серікбайдың қорасынан есектің ақырған даусы естілді. Оның үлкен сұр есегі бартын. Түнгі тыныштықты бұзып, үзіп ақырады. Мен өзімнің әдеттен тыс қалпымды аздап етіп үйрене бастағандай, белгісіз бір бостандықты, еркіндікті сезінемін. Бір сыныпта оқитын Жахан деген баланың үйінің жанына келіп тоқтадым. Ішке кіріп көрсем қайтеді деген бір оғашта ой келді. Содан еш кедергісіз бөлменің қабырғасын көктей өтіп ішке кірдім. Үйдің іші самаладай жап-жарық екен. Ауызғы бөлмеде көкесі мен апасы және кіші қарындас ұйықтап жатыр. Жахан ағасы екеуі төргі бөлмеде жатыр екен. Ағасы диванда, өзі еденде, үстіне жамылған қоңыр көрпесін бүркеніп алыпты. Мен үйге оралдым. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Төсегімнің жанына келіп ұйықтап жатқан өзіме қарап біраз тұрдым. Оятқым келіп иығынан жұлқып байқап көріп едім. Онымнан ештеңе шықпады. Қолым денеге тимей бос кеңістікті қармады. Содан төсекке қисайдым. Шынын айтқанда төсекке емес, кереуетте жатқан өзімнің үстіме қисайдым. Құданың құдіретімен жатқаным сол екен, денеме еніп, тәніме қайта қосылып кеттім. Осы оқиғадан кейін өмірге деген көзқарасым біршама өзгере бастады. Бұрын бәрі алақанға салғандай айқын сияқты еді, мен де өзімді өзгелер сияқты тәнмін деп ойлайтынмын. Тәнім төсегімде жатқанда өзімнің ауыл кезіп қыдырып кеткен жағдайымды ойлап, мен тән емес екенмін ау деген бір оғаштау ойға берілдім. Қатарластарымның бәрінің түсінігі маған бесенеден белгілі. Сондықтан басымнан кешкен жай туралы тіс жарып, ешкімге ештеңе айтқаным жоқ. Алғашқы жолғыдай емес, екінші рет тәнімнен шыққанда мұның түс емес екендігіне көзім анық жеткен. Бірақ неге тәнімнен шықтым және мұндай жағдай тағы да қайталануы мүмкін бе деген сауалға жауап таба алмадым. Арада 2 айдай өткенде таң алдында ұйқылай жатып тағы да тәнімнен бөлініп шықтым. Дегенмен бұл жолы оған еш шошынғаным жоқ. Енді мен бұның қандай құбылыс екендігін аздап түйсініп, тіпті тәніме қайта кіру әдісін де біліп алған едім. Бұл жолы да көше кезіп, ауылдың түнгі көрінісін көріп, тамашалап біраз жүрдім. Осылай арада 2 жылдай уақыт өтті. 2-3 айда бір рет қайталанатын құбылысқа етім өліп үйреніп кеткенім сонша, ол маған әдеттегі құбылыс сияқты сезіле бастаған. Өзімнің тән емес, басқа нәрсе екендігімді аздап түйсінгеніммен, бұл қасиет мінез құлқыма оншалықты өзгеріс әкеле қоймады. Мен 10-шы сыныпта оқып жүрмін. Қатарластарым сияқты жоғарғы оқу орнына түсіп, үлкен бастық немесе бай бизнесмен боламын деп армандамаймын. Өйткені оқуым орташа, шамам өзіме белгілі. Ауылда қазір жұмыста жоқ, не істеймін? Шынын айтқанда ол жайында көп бас қатырып ойлана қойғаным жоқ. Ақпан айы, қыс аяқталып келеді. Менің өмірімде біраз